Қыпшақ даласының бір шетінде Сейітқұл атты жігіт елінің қамын ойлап, терең толғанып жүруші еді. Жұрт кедей, күнкөріс қиын. Бірақ ол бір нәрсеге сенді: еңбек елді өсіретін күш. Сейітқұл көп жерді кезіп, ақыра Қабырға өзенінің бойын тапты. Осы жерде халқымның бақыты басталады, деді ол. Көктем туғанда ол 30 үйлі жарлы Жақыбайды жинап, жаңа қонысқа көшіріп әкелді. Өзі кетпен алып, бас болып, жұртымен бірге арық қазып, егін екті. Еңбек зая кеткен жоқ. Алғашқы өнім бітік шығып, жұрт қуанышқа кенелді. Уақыт өте келе егін күшейді. Артық астықты малға айырбастады. Ауыл өркендеп, 400 үйге жетіп, Сейітқұл халқының еңсесі көтерілді. Бірақ байлықты қорғауда керек. Сейітқұл жұртын жинап, биік шым қорған салдырды. Қарауыл қойды, тәртіп орнатты. Осылайша сыртқы жау батып келе алмады. Жыл сайын қорған маңында үлкен жәрмеңке өтетін болды. Көшпелілер малын, жүнін әкелсе, егіншілер астық пен товар ұсынды. Еңбек пен бірлік Сейітқұл елін бұрын соңды болмаған байлыққа жеткізді. Сейітқұлдың парасаты мен тынымсыз еңбегінің арқасында Қабырға бойында егіншілік әлі күнге жалғасып келеді. Бұл адал еңбекпен ел көгеретінін дәлелдеген бір адамның ұлы мұрасы.